Hello everyone. My name is Nurdalit. I'm a student. It is college JC. Then we will be with this project. Today, and as you can see, I have already done the stage. Now let's move on to the style. Okay. Okay, let's go. I started the body. Body is background. Background's color is this yellow or golden. Is golden. This project. Then it's text and yes, after it's serifed. It is got font family. Aesthetic. Okay, it's unserif. After display. It is flex. Then just counter. It is center. Then I'll Legion in team. It is so center. After Agent. Agent, it is okay. 100 VH. Oh, no. VH, and then margin. Margin, it is 0 pixel. No, it's not a pixel. Then, okay, let's start at we site. Yes. So, after hard. Yes. Так. Так, если былай қарайтын болсақ, короче, біздің бағана projectта вот нейтрон сыртында не тұр ғой, белый, там, типа, квадрат, который ішінде бәрі орналасады. Короче, қазіргі біздің карп соған жауап береді. Так, соған жауап бергеннен кейін біз бірінші бэкграунд жасайтын боламыз. Блин. Так. Background color. Так. Ну, ақ. Так. Так, біз не өзгертсең көреміз қазір. Бірінші міне, который неге қара фон болды десеңіздер, типа қараңыздар. Оның артында мынандай бір тень тұр, тень.
короче, ол тең кәдімгідей жестко көріну үшін, короче, ну, типа, дополнительный бір блок, короче, сол блоктың үстіне тағы да бір блок деген сияқты ғой. И келесі келесі бізде wait. Так, ой, так, бұл бізде сол бағанағы бұрыштың, по идее, несі, қалай айтады, территориясы, короче. Так, ашайық. 200 қой көрдік біз қазір. По идее, слишком не кеткен сияқты. Қысқа ма қалай? Так, давайте 300 қой көрейік. Салыстыру. Бізге мынау, ну, қазіргі мынау бета керек емес, бізге бірінші мынау, который айтады. Короче, тең керек, короче, бізге. Сол үшін хотя бы бір мақұл жасайық. Қалдырдық өйстіп. Енді border radius. Бұл ема. Sorry. Бұл бізге не үшін керек десеңіздер, короче, бұл бізде мынау ненің қазір өзгертеді. Вот көрдіңіздер ма? Вот несі, который углдары, короче, более согнуты. Вот. Келесі бізде box shadow дейік. Box shadow. Так, оны біз бірінші 8 пиксель. 8 пиксель. 0. Сосын давай цвет алайық. Если бұл не деп атсаңыздар, қазір түсіндіріп өтетін боламын. Цвет ақ болсын. Давайте. Вот, короче, көрдіңіздер ма? Типа арты ақ и походу наоборот цветік ше. Мына жерге ақ цвет қойып. Мына жерге типа өйстіп қара қоя салып. Главный цвет қойып отырық. И вот. Ну, короче, біздің проектқа более-менее ұқсап келе жатыр. Так, біз если қазір мына жаққа фото қоятын болсақ, вот, мына жақта фото бар ғой. Короче, ол фотоны қоятын болсақ, ол там дальше там үлкейеді, надеюсь. Қазір көретін боламыз. Так, енді біз overflow бізге керек пол. Ладно. Жасайық. Енді так. Пэддинг. Пэддингті біз давайте 20 пиксельге қояйық. Енді қараймыз қандай өзгеріс бар екенін. Вот. Значит, бізде пэддинг мынау, который бізде, мысалы біз қазір пэддингті алып тастайтын болсақ, алып тастасақ, так, бұны удалим, чтобы не болмау үшін. Бізде вот границалар, которые тұрған, ол границалар, короче, бір-біріне тақалған, там, как бы безобразно, короче, көрінеді. Если біз пэддинг қосатын болсақ, пэддингті, допустим, біз даже 40 пиксельге қояйық. Пиксельге қоятын болсақ,
көрдіңіздер ма? Типа углдардың там территориясы, короче, өзінің территориясы, но, короче, так же қала береді. Так, бізге норма, по идее, it's normal 15 pixels. Окей, короче, бұны бітірдік. Енді біз дәл осы карттың, короче, imagine-на кетеміз, img-на кетеміз. Так болу үшін img-мізді деп жақсы ақша аламыз. Ақша алғаннан кейін так көрейік. Right, біз оны, короче, 100%-ға қоямыз. Вот. Екіншіден border қоямыз, короче. Border radius. Border radius'ты біз неге radius кетіп тұр? Border radius'ке біз 5 пиксель қоямыз ба қайтадан? Көрейік. Вот. Надеюсь, қойылды. Бағаналарында вот. Так, енді так, енді бізден яқта класста не тұр? Тег, давайте тег жасайық. Так, тегте біз бақта бізде сөз бар. Learning, который яққа қайтын болсақ, кішкентай бір кнопка болып тұратын. Біз қазір осының цветін и затем осы, короче, кубиктің ішінде тұрған соны жасайтын боламыз. Так, ол үшін бізге ең бірінші давайте бір цветтен бастайық. Background color. Background color. Здесь, короче, бізден яқта қандай цвет? Біз бірінші бұны қара көрейікші. Көрдіңіздер ма? Уже сөз тұр, короче, бізде главный. То, что тұр, и артындағы фон, сонда біз артқы фонның цветін ауыстырып жатыр. Так, онда бүйтеміз. Так, фонда, так. Бізде ақ фонның ішіне тұрғаннан кейін өзіміздің, короче, түсіміз қолдаймыз, колд, сары. Так, енді артынан display'ді біз inline block дейік. Қараймыз енді. Бізде уже мындай бір основа бар. Істеліп, осындай бір неге результатқа келу керекпіз. Сол үшін біз екінші паддинг қоямыз. Бағанағындай граница. Паддингке біз тоже 15 пиксель берейік. Пока что. Или бүйтейік. Қиғашынан 4 пиксель и ар жағынан жоғарыдан 10 пиксель берсек, да, центр болды, потому что біз былайынан 4 пиксель алдық, былайынан 10 пиксель алдық. Так, енді
М, келесі бізде border. Border radius біз оны 10 ма или жоқ 5 жетеді. 5 пиксель, 5 пиксель қояйық. Біз тура бағанағындай оның шетіндегі қырларын жасадық. Вот. Then border radius is finished, and font weight. Font weight is this bold. Yes. The font size. It is 14 pixel, and the margin bottom. No, stop. Margin top. It is 10 pixel. Okay. This project, yes, is sheriff. It is bold. Sheriff. It is bold. Is font with bold. After that, it is date. Okay. Date. Okay. After date, it is font size. Font size, it is 20 pixel, and color. Color, it is, yes, grow colors. Margin, uh, margin top. Margin top, it is 8 pixel. Okay, it's look. Yes, this. Yes, that it is shrift and is also bold, and mm, it is what it is shrift. It's core colors, and it's mine. Then then H2 HTML, CSS, foundation. Foundations. Okay. That's all. Fonts. Font size. It is 220 pixel. And more margin. Margin, it is 10 pixel and 0 pixel. Okay. Okay, let's look. Yeah, this after.
Mm, after it is P. It's this text P. P. This color it's grow. Then it's mm, background color. No, it's color. Color is gray. Eh, Hey, no. Yes. Yes. It's after mm, font font size it is uh, font size it is also 10 pixel and lean shape of this is and 15 pixel. Okay, let's look here. This как объяснить ее? Который вот тексттердің арасы, короче, различие береді. Типа жабысып тұрғандары, там, не знаю, там алыс тұрғандары, вот, например, біз мына проектке қарайтын болсақ, там, короче, более открыты. Ну, короче, мы этого добиваемся. Так, келесі бізде after is other. It's dive is closer. Other. Other. Okay. Uh, started this display. Display it is flex. After Lodge Allergen names it is center. After margin top it is 15 pixels. After oh out no it's not out. Okay, this looks we project yes this is photo and grid horror hooper. Its name thoughts after. Yes. Uh, and okay. This after this image author. Okay. Uh, Author image and oh no. J. It's called. Yes. Then we did this 13 بالله 30 كتير қояйық. Так, енді ұзындығына h оған тоже 30 пиксель қояйық.
различия көрейік. Вот біз бағана мынаған установок создавать еттік с помощью вот этого, типа 30 шеңбер создавать еттік. Енді біз бордерға радиус қоятын боламыз. Радиусты біз примерно 15 пиксель дейік. Окей, ссылок. Yeah. After percent it is not pixel. Sorry. Yes. After margin wait. Generate it is 10 pixel. Then it is finish other. Finish other. Then Spain. Spain. Okay. Other Spain. Yes. It's all precision. Grip hopper. This name is after. Name is after is look at this project. Project it is what grip hopper. It's bold shrift and yes, what it is. It's not tall, small shrift. We be bold shrift. Size it is bold. Where's bold? Right. Bold. Yes. It's look at wave server. Yes? No? No. Okay. Start at the second. Second. It is font size. Size is 10 pixel. So let's look at the proper. Why is this bold? Bold. Wait. Let's look at photos. Yes. This bold shrift. After. After it's so finish it. It's style. After this is photo. Okay, let's look at photo. It is it's all it's photo. Then it's great hopper. After photo. Okay, this yes, it's all image.
chapter. Let's look at. Yes, this is project. This is finished. It's so good. And look at it is the project. Mm, It is finished. Uh, okay. Goodbye, teacher. Надеюсь, что вы смотрите. И then goodbye.